Абай Құнанбаевтың әкесі, анасы, әжесінің есімдері кім? Абайды Телғара деп неге атаған? Абай Құнанбаевтың әкесі Құнанбай, анасы Ұлжан, әжесі Зере. Өскенбай бидің бәйбішесі, Құнанбай қажының анасы, Абайдың ұлы шешесі. Зеренің азан шақырып қойған аты Тоқбала. Әкесі Бектемір Найман ішінде Матайдың Қойгел руынан шыққан сыйлы адам. Бектемірдің Тоқбала есімді қызы, Жанәлі есімді ұлы болған. Жанәлінің бір пағы Иранғали мен Қабыкен Оңғарбаевтар бүгінде Семей қаласында тұрады. Өскенбай би 5 әйелінен 10 бала сүйген. Үш шүйреден Құттымұхамбет жастай қайтыс болған. Құнанбай тайбала туған үш шүйрені Ырғызбай тұқымдары. Жауыл адамдары әже деп атапты. Қартайған шағында құлағы естімей қалған үш шүйре немерелеріне дұға оқытып үшкіртеді екен. Ал Абай өлеңмен оқып Зере әжесін үшкіретін болыпты. Үш шүйре немерелер ішінде Ибрахимді алабөтен жақсы көрген. Абайды қойнына алып жатқызып, еркелете еркіндете есірген ақылды, зейінді, жұмсақ мінезді, мейірімді үш шүйре немересіне Абай деген аяулы ат қойса, туған анасы мен кіші шешесі Ибрахимді Телғара деп атаған.